Өз үшін алып қояйық та. Эх, бала көргенін істейді. Достық үшін алып қойық деп стақан соғыстырған кішкентайлар көпшіліктің таңданысын тудырды. Бұл туралы Экспресска жазды. Желі қолданушыларының бірі бұл видео Тараз қаласында түсірілген дейді. Үйдің ауласында көрпешені жайып, қытырлақтарын шашып, қолдарына бір-бір стақан ұстап алыпты. Ішіне тәтті сусын құйылған ау деймін. Бір-бірімізбен ұрыспай, өсіп жүре берейік. 6 балақай бірін-бірі қолдап, мұндай жиындардың алдағы уақытта да ұйымдастырылатынын айтты. Көрерменнің бір бөлігі мұнда тұрған түк те жоқ, бұл жай ғана балалық десе, енді бірі күлетін түк жоқ. Қазір тәрбиелемесе, кейін кеш болады деп дабыл қақты. Қайшы, қағаз, тас ойынын білесіздер ғой, мен мұның осы уақытқа дейін денсаулыққа зиян екенін білмеппін. Мына ойыннан кейін ананың жұмсақ алақаны мамық мақта болып кетеді ғой балақайларға. Тәрбие тал бесіктен. Қазір балалардың қылығына күле қарап, кейін өкініп